қазіргі заманда өтірік деген бүкіл нәрсенің басшысына айналды деп айтсақ болады. Жалған нәрсе. Ақиқаттан біз алшақтаған соншалық өтіріктің біз құлы болдық қазір. Өтірік деген иллюзия, біз өтіріктің астындамыз. Қазір ағайындар бір-бірін айбаттап, бір-біріне берген айтып, бетіне басып, сен бүйткенде сөйттің, сөйткенде бүйттің деп, бір-біріне соншама араз болып, бір-біріне жақсы ойламайтын болып баруын, және де көшеде алаң-салаң, шаштары жылдаң-жылдаң, бұттары жылтыр-жылтыр етіп жүрген әйелдерді көруімізді, біздің осы қоғамның қатты адасқандығына, қазір әйелдердің соншама қоғамның бұзылғандығы, сол әйелдеріміздің езгере алмайтын еркектер шыққандығында. Ертең қатын бала шағасында анау махшар әлемінде оның алдын сырат көпіріне жетпей жатып, бізде қатын бала шағамыздан сұрақ алатынымызды, бүкіл қабірде де сұрақ алатынымыздығы белгілі. Біз оған қазір жауап бермейміз болып отыр. Қоғам деген қатты адасқандығында, ол деген үлкен мәселелердің бірінде біз мән бермейміз. Үлкен мәселе бұл. Үлкен мәселе қандай мәселе? Біз дүниеге берілуімізде. Бізге Алла Тағала маңдайымызға байлық жатпаса да, көшеде бір-бірін басып кететіндей болып, машиналар айдап жүрген адамдарды көресің. Бір-біріне бір дүниеге соншама жабысып, көңілдеріне кіріп кеткенді, тамырларының арасында жүрді, қандарының арасында. Оларға қазір, құлшылық жаса десе, құлшылық қылады олар. Құлшылығында мән жоқты. Құлшылығында олардың нағыз ақиқат жоқты. Құлшылық қылса, қазір шыққан кейін қайттан сол өздерінің баяғы жағдайына түседі. Ол дегеніміз, яғни біз ақиқатты іздемей жүрміз. Ақиқатты мән бермей жүрміз біз. Ақиқатқа мән бермейміз. Әділетсіз қоғамда өмір сүреміз. Бүкіл қоғам, бүкіл әлем сондай дәрежеге жетті. Енді ақиқатты табу кімнің қолында? Кімнің қолында ол ақиқат табу? Яғни біз бен сіздің қолымызда. Біз ақиқатқа табынуымыз керек. Алла Тағала бізге берді ақиқатты. Сол ақиқатқа табынып, ізденіп, азанда кешкі Құран намаз оқып, ішімізді тазартып, біз бағанағы дүниеге қатты берілмей, біз мына рухани әлемге қарай бет бұрып, материалдық әлемнен шығуымызға барынша талпынуымыз керек. Әйтпесе осылай кете беретін болсаңыздар, бұл рухани әлем бізді мәңгілік емес екендігіне көз жеткізіп тұрсақ та, осы рухани әлемге кірмей, біз материалдық әлемнің құлы болып отырмыз қазір. Осы материалдық әлемде біз барлығымыз қазір жанымызбен бүкіл ет-тұсымызбен кіріп кеттік. Енді кім кімге жауап береді? Кім кімге қылады дейсіздер ғой? Кім кімге жауап береді? Аллахтың арасында, осы адамдар арасында әулиелер бар, тақуалар бар. Ертең сол тақуа әулиелер айтты, ұқпадыңыздар. Ертең ренжімеңдер. Сендерге жамандық келіп жатса, жақсылықтан махрұм қалып жатсаңдар, сендер ренжімеңдер. Алла Тағала сендерге жамандықты ешкім қаламайды. Жамандықты қалайтын, жамандықты қылатын кім? Өзіміз. Біз өз-өзімізге керек болмасақ, ешкімге керек емеспіз. Сенің жақсы болуыңда, жаман болуыңда біреудің біріне кетпейді. Сен жаман болып қалатын болсаң, мына жақсы жаман болып қалды деп рахаттанбайды. Сен жаман болып қалатын болсаң, қайда адамдардың ішкі эголары рахаттанып, мынадан мен ғана тәуірлеппін ғой деп қазір сүйетін заман туды. Неге осындайға түсіп қалды? Байқұс-ай, біз оған көмектесейік деген қазір қоғам жоқ. Тіпті ағайын бауырлар да жоқ. Қазақтарды баяғыда бір қиындыққа душар болса, не болса бір ажырасып жататын болса, барушы еді. Қазір жоқ. Қазір
қоғам бұл бірдеңе бір адасып жататын болса, қазақ қоғам болсын, ол мейлі орыс болатын болсын, қай қоғамға барсаң да көріп жатқанымыз осы бір-ақ нәрсе. Ол не істейді? Адамдар бір-біріне шаңдар ашмайды. Бір-бірлеріне іштері тарс жолы. Дүниеге берілгеннің салдары осының бәрі. Дүниеге қаншалықты біз берсек, жаратқанның заңдылықтарына бағынбасақ, бізде әділетсіз қоғам бола береді. Әділетсіз қоғам бола берген салдарынан бізде соғыстар да, түрлі келеңсіз жағдайлар өмірінде де, сенің жан-жағыңда да, қоғамда да бола береді. Әділетсіз қоғам қашан жойылады? Біз осы әділетті нәрсені түсінгенде, әрбір адам түсінгенде, надандыққа салынбай, бағанағыдай неграмотностьқа салынбай, әрқайсың грамотный болып, Аллахқа шынайы берілген болып, талпынып істейтін болсақ, иншалла біз Аллахтың жолына түсеміз. Алла Тағаланың жолы ол біздің